Қазақ тарихындағы басты қателік біздің отар болуымыз. Бұл қателік болған кезде бұны істеймін деп істеген жоқ, бірақ дүние жүзі ғылым мен техникаға бет бұрған кезде ағаш найза бір атпен жүрген көшпелілер міндетті түрде жеңіліске ұшырады. Сөйтіп мұздай қаруланған Ресей империясына қазақ отар болды. Егер біздің мысалы бабаларымыз сол кезде көшпелі тұрмыс тіршілігінде жүріп ғылым мен техниканы сол кездегі өркениеттің иісін тамырын дөп баса білсе, өз жерінде отырықшыға айналып, заводтар салып, техниканы ғылымды игере бастаса, онда біз ешқандай елдің отары болмас едік. Сондан мен өзім ойлаймын, біздегі ұлттың ең үлкен қателігі ол отар болуымыз. Және де сол отарлық бізге отаршылдықтың өзінің түрі бар екен. Оның ең жеңіл түрлері саяси отарлау, яғни тек қана саясатпен, экономикалық отарлау. Және ең ауыры бұл халықпен отарлау екен. Яғни метрополиядан халықты көшіріп әкеліп, сол отарланған халықтың арасына қоныстандырып, сол арқылы отарлау. Бұл отарлаудың ең ауыр түрі екен. Сондықтан қазақ халқы сол отарлаудың ең ауыр түрін басынан кешірді. Және де бұл отарлаудың ең соңғы нүктесі бұл целина, яғни тың жерлерді игеру деген желеумен 1953 жылы Сталин өлгеннен кейін бүкіл Карлаг, Степлаг, бүкіл түрме жүйесі ашылып, сондағы бүкіл жаңағыдай бұзықтар, бұзылғандар, түрмеде отырғандардың бәрі қазақ даласына әкеп төкті, қазақ даласына. Сөйтіп жалпы бұл қазақ даласындағы бүкіл мынау әдет, ғұрып, салт бұзылуына әкеп соқты. Қазақ даласындағы жаңағы болмаған пышақпен, жаңағы пышақтап кету, өлтіріп кету, қинау, түрме жүйесі, есікке құлып салмайтын қазақ есікке құлып сала бастады. Осының бәрінде осы отарлау жүйесінің шегіне жеткен әрекеттері жатыр деп мен білемін. Біз қазір әлі түсінбей отырмыз отарлықтың не екендігін. Неге? Өйткені мынау қытайлар айтады ғой, өзінің ауру екендігін білген халық ол ауру емес дейді. Өкінішке қарай біз өзіміздің әлі сол отар болғанымызды мойындамай отырмыз ғой. Ауру екендігін білмей отырмыз. Неге? Өйткені бұл ауру дегеніміз бұл ұлттың ұлы денесіне түскен кесел. Сол кезде отаршылықтың ең үлкен зардабы ұлт өзінің мінезінен айырыла бастайды. Ұлттың мінезінің бұзылып жатқандығын көрген Абай шошыды. Сонда өлең жазды ғой. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан, бірі май боп енді құртың дейді. Міне жалпы ең үлкен трагедия ұлт үшін ол жақсы мен жаманды айыра білмеу. Яғни ұлттық талғамның жойылуы. Бұрынғы қазақтың мінезі бұзылды. Қазақтың бұрынғы қазақи мінезі айтса істейтін, уәдесіне берік қазақ енді уәдесіне тұрмайтын болды. Абай айтады ғой, бет бергенде шырайың сондай жақсы. Неге ғана бұзылды сартша сыртың дейді. Яғни қазақ енді қазақтық мінезден айырылып сарт мінезде бола бастады. Сарт мінез деген не? Ол бетіне күле қарап тұрып, ішіне боқтап тұрады. Қонаққа шақырса, шын ниетімен шақырмайды, сарт мінез дейді, өтірік шақырады. Сонда Абай айтады ғой, ішімен алашқа жау болып дейді. Кім тояды, сыртымен қылған құрметке дейді. Міне біздің қазақтың мінезінің бұзылуы. Осы мінез әлі күнге дейін сақталып келе жатыр. Мұса алейхиссалам ғасырлар бойы Перғауынның қол астында отар болған, құл болған яһудилерді құтқарып алып шығып, 40 жыл бойы шөл даладан алып өтті дейді. Ешкіммен араластырған жоқ дейді. Сонда сұрапты кейіннен қасындағы серіктер, Мұса алейхиссалам, бұл сіздің харекетіңіздің мәнісі неде дегенде, Мұса алейхиссалам айтты дейді.
бұлар отар болған халық, яғни құл болған халық. Ал құл болған халық мемлекет құра алмайды деп айтты. Түсінген адамға бұл жерде барлығы бар. Қазіргі кездегі біз мынау қазақтың басын бірікпеуі, қазақтың орысша сөйлеуі, қазақтың жат бауыр суық болуы, қазақтың есі кіріп етегінің жабылмауы, осының барлығы осы отарсызданбағанның салдары. Бірақ өкінішке қарай біз бұны әлі түйсінбей отырмыз. Біз бұның тек қана салдарларымен ғана күресіп жатырмыз, отарлықтың. Ал шын мәніндегі себебін біз оның ашпай, себебін жоймай, бұл кесел ешқашанда жазылмайды. Сондан қазіргі кездегі біздің, мен өзім ең үлкен мақсат, қазақ айтады ғой, қолмен істегенді мойынмен көтер дейді. Сен мысалы бір елге отар болдың, яғни құл болдың. Енді оны шағын ешкім сені құл қылған жоқ. Бұл біздің ұлтымыздың қолмен істелген істі. Енді оны мойынмен көтеріп, оны мойындап, ұлттық тәубаға келіп, енді отарсызданудың кешенді бағдарламасын жасап, оған мемлекет қыруар қаржы бөліп, біз сол кезде ғана жазыламыз бұл аурудан. Егер біз бұны отарсызданбасақ, онда қазақ не дейді? Ауруын жасырған өледі дейді. Онда ұлт өледі. Неге? Өйткені ұлттың бойына түскен кесел жазылмай отыр.